Табан қабырғалары 13-14-15 сантиметр болатын үшбұрышты тік призманың бүйір бетінің ауданы 462 сантиметр квадрат. Тік призманың көлемін табыңыз. Сонымен міне табан қабырғалары бүйір жағы міне осындай тік призманы аламыз. Сонымен табан қабырғалары 13, 14, 15 тік призманың көлемі. Көлем бізде V тең SH формуласымен шығады. Бүйір бетінің ауданы 462 дейді. Және S-ті Герон формуласымен тауып алайық. Түбір астында P азайту A, P азайту B, P азайту S. P деген жарты периметр. Герон деп жекеге жазсақ, жіберіп қоямын. 13, 14, 15 бөлем 2-ге. Нәрге 13, 14 қоссам 27, 27-ге 15 қоссам 42, 21 болады. Сонда S тең түбірдің астында 21. 21-ден 13-ті азайтсам 8, 21-ден 14-ті азайтсам 7, 21-ден 15-ті азайтсам 6 болады. 21 дегенім 7 көбейту 3, 8 дегенім 4 көбейту 2. Анау 7, анау 3 көбейту 2 болады. Онда былай ғой, түбірдің астында 7 мен 7 49 болады да, түбірдің астынан 7 болып шығады. 3 пен 3 3-ім 9-да, түбір астынан 3 болып шығады. 4 өзі 2 болып шығады. 2, 2-ім 4 болады да, одан 2 шығады. 7, 3-ім 21, 2, 2-ім 4, сонда 84 болады. Сонда тең болады 84 көбейту. Енді H биіктікті табатын болсақ. Негізі мынандай формула бар, және сол формула бізде қазір әдемі кетеді негізі. S бүйір беті тең PH деген формула бар. Мына H биіктік болып табылады. PH дейін. Неге? Өйткені бар ғой, мына жанында тұрған міне мына тіктөртбұрыш, мына тіктөртбұрыш, мына тіктөртбұрыш аудандарының қосындысы осы бүйір бетін береді да. Мынау бізде AH болады, мінекей, мынау бізде AH, мынау бізде BH, мына бергі жағы CH болады. Қоссақ, А қосу Б қосу CH, яғни периметр H шығады. Міне мына форманың дәлелін айтып тұр. Енді осы жерде периметр бізде жаңа 13, 14, 15, бүтін периметр 42 болады. Сонда H деген биіктікті табу керек. Бүйір беті бізде 462. H тең 462-ні 42-ке бөлсек, бізде 11 шығады. 462, міне 462 бөлу 42, 11 болады. Сол 11-ді міне мұнда қоям. Содан 84-ті көбейтемін 11-ге. 924 болады. 924 сантиметр квадрат. Осы бізде дұрыс жауап болып табылады. Міне дұрыс жауап болып табылады. 8-ші сыныптың есебі болып. 8-ші сыныптың ережелері, бірақ соны жүзде әлемде қолданамыз. Сұрақ болса жекеге жаза берейік.